Алматы облысындағы Тоқжайлау ауылы тұрғындарының елді мекендегі өндірісті кооператив төрағасының жұмысына көңілі толмайды. Жергілікті жұртшылықтың айтуынша, кәсіпорын басшысы шаруашылықты шатқаяқтатып жіберген. Мал басын азайтып, кооператив мүшелерінің пайын бермей келетін көрініп. Ал бірлестік жетекшісі Алексей Бабичевтің пікірі мүлден басқа. Тоқжайлаулықтар арнамызға хабарласқан соң, елді мекенге өңірдегі тілшіміз Қуаныш Қанатұлы барып қайтты. Ауыл тұрғыны Тұрысқан Әбікеров кооперативте 1994 жылы 35 атар қой, 1500 ірі қара, 600 жылқы болғанын айтады. Зейнеткер шаруашылық талан-таражға түсіп, жұмысшыларға жағдай жасалмаған дейді. 6000 гектар жер салады, оның арпа салады, талдықорғанға өткізеді. Күзде өшірді көрсеңіздер, шалонымен кетеді, КАМАЗ деген. Осының барлығының ақшасы қайда кетіп жатыр? Мен биыл дейді, 500 миллион арпадан кіргізілді. Қайда кетті? Қайда кетті ол ақша? Есептемей ме бұл өкімет? Ал кооператив төрағасы болса түскен кіріс пен шығыстың есебінде қыстақтағы малын да көрсетуге даяр. Жасыратыны жоқ, барлық тиісті құжаттар қолында деп отыр. Кооперативте жұмыс істейтін 200 адамға азды көпті айлығын төлеп, көмірін арзан бағамен алып береді. Жерінің үлесіне қарай арпа бидайы да тегін. Все это дело я передам в суд, как за клевету, за это самое. Пишет, что около 100 лошадей. Бұл істің бәрін мен сотқа беремін. Ол қазір маған анық жала жауып отыр. 100 ғана жылқы қалды дейді. Бізде қазір 695 асыл тұқымды қазақ жылқысы бар. Қалай 5-6 отар қой қалды деп айтады. Мұның бәрі күйе жағып, жала жабу деп білемін. Вот такое положение я хочу передать в суд. Бір топ тұрғын Алексей Бабичевтің үстінен шағымданып, облыс әкімдігіне, тіпті ауыл шаруашылығы министрлігіне де хат жазған. Олардың жауабын қанағат тұтпай отыр дейді Тоқжайлау әкімі. Облыс әкімінің тарапынан да комиссия келіп тексерді. Сол жазған нәрселердің ешқайсысы дәлелденген жоқ. Ол кісілерге бірнеше рет жазбаша жауаптары да берілді. Көп адамдар да емес, өзі бір 3-4 адам бүткіл халықтың атынан деп өздері осындай теріс өз ойларын жазып жүр. Жергілікті билік бұл мәселені кооперативтің есептік жиналысында құзырлы органдарды шақыртып, арнайы қараймыз деп сендірді. Кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс сол уақытта белгілі болмақ. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.